Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай ерекше дәмді муравейник тәттісін дайындадым. Видеоның соңына дейін қарап бірге болыңыздар. Ол үшін бізге ерітілген сары май қажет болады. Алдын ала ерітілген сары майға қаймақты, қантты қосып, оның үстіне қажет мөлшерде ұнды қосып, араластырып отырып, тесто дайындап аламыз. Негізі үйде қаймақ болмаса, ол маңызды емес. Мен бұл рецептке дейін тек май мен ұнды араластырып қана тесто дайындап алып, жасап жүрдім муравейникті. Олайда жақсы шығады, негізі өте жұмсақ болып, тестісі нәзік болып шығады. Содан кейін тестоларымызды осылай дайындап алып, оларды целлофанға салып, морозильникке қатырып қоямыз. Қатырып алған тестаны осылай теркіден өткізіп, қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Негізі тез піседі, қарап қойыңыздар, күйіп кетуі мүмкін. Ерітілген сары май мен вареная сгущенканы араластырып, үстіне құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Негізі қолмен араластырған ыңғайлы. Жақсылап араластырып, формаларын дайындайтын боламыз. Маған осылай дайындаған ыңғайлы, кекстің қағаздарына салып, әдемілеп ұсынамын. Ал сіздер қалауларыңызша жасауларыңызға болады. Тарелкінің үстіне осылайынан салып қоюыңызға да болады, немесе стакан, әртүрлі формаларға салып түсірсеңіздер де болады. Әркім өз фантазиясына байланысты. Мінекей осындай өте дәмді, ерекше дәмді муравейник десерті дайын болды. Және де үстінен болып жатса, осылай шоколадтан өрнектер салып қойсаңыздар да әдемі көрінеді. Достар, менің рецепттерім ұнап жатса, лайк басып, каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Бұйырса ертең оп-оңай жасалатын морковный пирогының рецебін ұсынатын боламын. Жіберіп алмаңыздар.